Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін Қазақстан тарихы пәнінен өтетін сабағымыздың тақырыбы моңғол шапқыншылықтарының салдарлары. Оқушылар дәптерлерімізді ашып, бүгінгі тақырыпты жазып аламыз. Зерттеу сұрағы: Орталық Азияға ең үлкен өзгерісті кім әкелді? Қыпшақтар ма, әлде моңғолдар ма? Сабақтың оқу мақсаттары: 13-15 ғасырлардағы Қазақстан аумағында құрылған мемлекеттердің этно-әлеуметтік құрылымын анықтау. Қазақстан аумағындағы мемлекеттердің билік жүйесінің ерекшеліктерін анықтау. Бағалау критерийлері: 13-15 ғасырларда моңғолдар мен қыпшақтардың әсерінен болған Қазақстан территориясында болған өзгерістерді анықтайды. 13-15 ғасырлардағы Қазақстан аумағындағы құрылған мемлекеттердің этно-әлеуметтік құрылымдағы өзгерістерді талдайды. Қазақстан аумағындағы мемлекеттердің билік жүйесінде болған өзгерістерді дәлелдейді. Оқушылар, өткен сабақтан сіздер не білесіздер? Моңғол империясының құрылуы, Қазақстандағы моңғол шапқыншылығы. Олай болса, өткен сабаққа шолу жасайық. Оқушылар, сіздерге сәйкестендіру тапсырмасы беріліп тұр. Яғни сіздер термин сөздіктерді анықтамасымен сәйкестендіресіздер. Ал іске сәт. Дұрыс оқушылар. Яғни ассимиляция дегеніміз саны аз, саяси әлеуметтік ахуалы төмен халықтардың өзінен саны да қуаты да көп халықтардың басыңқы ықпалы нәтижесінде сол халық құрамында біртіндеп сіңіп жұтылып кету құбылысын айтады. Миграция дегеніміз адамдардың қандай да бір аумақтық шекарасынан өтіп, ұзақ уақытқа немесе біржолата қоныс тебу процесі деп аталады. Ұлыс дегеніміз мекен, аймақ, әкімшілік мағынасын беретін көне түрік сөзі болып табылады. 6 ғасырда ұлыс мекен қала мағынасында қолданылған. 13 ғасырда Шыңғысхан әрбір ұлына иелік бөліп беріп, оларды ұлыс деп атады. Және де құрылтай дегеніміз моңғол империясының жоғарғы басқару органы. Жарайсыздар. Оқушылар, ең алдымен Білімленд сайтын пайдалана отырып, моңғол шапқыншылықтарының салдарына байланысты бейне материалға назар аударыңыздар. 13 ғасырда болған моңғол шапқыншылығы қазақ халқының этностық құрылымына, шаруашылығына, тұрмыс тіршілігіне, материалдық және рухани мәдениеттеріне кері әсерін тигізді. Қалалар мен ауылдар, жергілікті мәдениет ошақтары, кітапханалар жойылды. Егіншілік алқаптары мен мал жайылымдары, бау-бақшалар тапталды. Елімізде бұрыннан мекендеп келе жатқан ру тайпалардың қоныс аударып, өзге тайпалардың көшіп келуіне себеп болды. Дегенмен қазақ даласында жергілікті ру тайпалардың үлес салмағы басым болып қала берді. Олардың салт дәстүр, рухани және материалдық мәдениеті, мұсылмандардың діни ұстанымдары сақталып қалды. Моңғол шапқыншылығы кезінде қалалардың қирауы, адамдардың қырылуы экономикалық және мәдени прогреске үлкен бөгет жасай алмады. Қытай хроникасында бұл тарихи оқиға туралы былай деп жазылған: Шыңғысхан шығыс пен батысты байланыстыратын шекараларда өз ережесін жүргізіп, қамалдар мен бастиондарды жермен жексен етті. Осыдан кейін ғана экономикалық және мәдени қатынастар жақсарып, шығыс пен батыстың гүлдену кезеңі басталды. Сауда мен қалалардың өсуі осыған дәлел бола алады. Батыс Қазақстан арқылы жүрген оңтүстік Қазақстан мен Еділ арасындағы сауда-саттық ежелгі Үндістан мен Қытайға апаратын сауда жолдарын ашты. Орталық Қазақстанда бұл кезеңде қалалар қайта жанданып, ірі керуен сарайлары мен кесенелер салына бастады. Алтын Орда мен Қарақорым арасындағы керуендер, елшіліктер қазақ жері арқылы жүрді. Сондай-ақ қазақ даласында пошта бекеттері салынып, ауқымды кеңістікте хабар ошар тарату жағдайы жақсарды. Салық жинау үшін тұрғындардың жалпы санағын жүргізді. Ортақ ақша бірлігін енгізді. Шыңғысханның яссы, жасақ заңдар жинағы тайпаралық қырқыстарды басуға және оларды қатаң тәртіппен бір билік астында жинастыруға бағытталды. Оқушылар, алған білімімізді шыңдайық. Бірінші тапсырма: кестедегі берілген мазмұнның дұрыс-бұрыстылығын белгі қою арқылы анықтаңыздар.
Оқушылар, тапсырманың жауабын тексерейік. Жарайсыздар. Оқушылар, екінші тапсырма. Біріншіден, Орталық Азияға ең үлкен өзгерісті әкелген моңғолдар, өйткені 3 дәйек келтіресіздер. Екіншіден, Орталық Азияға ең үлкен өзгерісті әкелген қыпшақтар, себебі бұғанда да 3 дәйек келтіресіздер. Оқушылар, тапсырманың жауабын тексерейік. Моңғолдардың келуімен бірінші дәйекті келтірейік. Құрылтай жүйесінің ауқымымен рөлі ұлғая түсті. Екінші дәйек, әскери мыңдық, жүздік, ондық жүйесін құрып, әскери жорықтық, салтанат рәсімдері барынша жетілдірілді. Үшінші дәйек, көшпенділер мемлекеттік жүйесінде таңба, мөр ұстау, ел билеушісін хан, қаған деп атау, елін жүзге бөліп басқару, шекара әскерінің таңдаулы тобын жақсарту, хан ордасының әкімшілік ісін жүргізудің біршама дамыған үлгісі моңғолдардың ұлысының билігі тұсында біршама жетілдірілді. Қыпшақтардың әсерімен. Бірінші дәйек, жошы ұлысы аумағында қыпшақ тілі мемлекеттік тіл деп есептелінді. Екінші дәйек, 1265 жылы Берке хан одан 45 жылдан кейін Өзбек хан ислам дінін өз елінің мемлекеттік діні деп қабылдағаннан кейін ислам діні моңғол ұлысының дәуірінде мемлекеттік дәрежеге ие болып көшпенділер арасында кеңінен тарала бастады. Үшінші дәйек, қыпшақтану, түркілену үдерісінің орын алды. Оқушылар, 13 ғасырда болған моңғол шапқыншылығының салдарынан қазақ халқының этносаралық құрылымы, шаруашылығы, тұрмыс тіршілігі, материалдық және рухани мәдениетіне ғана әсерін тигізіп қана қоймай, сонымен қатар Қазақстан аумағындағы ұлыстардың құрылуына әсерін тигізді. Яғни өзінің жаулап алған жерлерін Шыңғысхан 3 ұлына ұлыс ретінде бөліп берді. Жош ұлысының территориясы шығысы Ертіс өзенінің батысы Европа жеріне дейінгі аумақ, қазақ жерінің шығыс Дешті Қыпшақ, Арал Сырдарияның төменгі ағысы Жетісу. Шағатай ұлысы оңтүстік және оңтүстік шығыс Қазақстан, Жетісу аймағы мен Орта Азия жері, орталығы Алмалық қаласы. Үгедей ұлысы батыс Моңғолия мен Алтай Тарбағатай, Ертістің жоғарғы ағысы бойындағы жерлер қарады. Ал кенже ұлы Төлеге өзінің Моңғолия империясын ұлыс ретінде сыйға тартқан. Үйге тапсырма. Берілген оқиғаларды сәйкес салалары бойынша жіктеп маңыздылығы бойынша орналастырасыздар. Дескриптор қыпшақтардың қай салада өзгерістері басым болғанын көрсетесіздер. Моңғолдардың қай салада өзгерістері басым болғанын көрсетесіздер. Өзгерістерді маңыздылығы деңгейі бойынша орналастырасыздар және де қорытынды жазасыздар. Сонымен қатар төменде берілген мәліметтерді қолдана отырып кеше және бүгін тақырыбына ой толғау жазыңыздар. Дескриптор берілген уақыт кезеңмен өзгерістерді көрсетеді. Қазіргі таңда қандай салдары бар екенін талдайды. Назарларыңызға рахмет.